Абу Ханифа енді көреген болған ғой, білесіздер, иә? Көрген. Сосын тұрып айтады, сен өзіңнің басшыңа барда айт, менің 5 динар болса айына, иә, немесе 10 күнде, 15 күнде 5 динар жалақысының көлемі 5 динар болса, соның 1 динарын алып тастасын, маған 4 уақыт төле деп айтады дейді. Айт дейді. Сонда анау айтады, 5 динарым жетпей жатса, бала шағама, жаңа күнкөрісіме жетпей жатса, 4 динар қалай жетеді дейді. Сіз өзің сұрап келдің ғой дейді. Ендеше сол сұрағыңа жауап ретінде мен саған айтып отырмын дейді. Сосын енді ғалым айтты ғой деп қайтадан барып, енді өзі жетпей атқан жалақы, сосын басшысына келіп айтады, осылай менің жалақымды, бір айлық жалақымды 4 динарға түсіріңіз дейді. Анау қуанып кетеді, жақсы 4 динар түсіреді. Сөйтіп одан сайын шаңырағындағы жағдай төмендеп кетеді. 5 динар жетпей атқан, 4 динар мүлдем жетпейді. Әр сұрайды, бірер сұрақ кетеді сөйтіп. Содан Абу Ханифаға келіп айтады, имам, менің мүлдем жағдайым төмендеп кетті. Сіз 4-ге түсіріп өзің, ол түсіре салды, менің жағдайым төмендеп кетті дейді. Сонда Абу Ханифа ойлап тұрады, айтады, айына 3 динарға түсірткіз дейді. Қалай дейді, анау шулап кетеді. Мен жаңа саған осындай насихат айтам дейді. Сосын болмағаннан кейін, ғалым болғаннан кейін барып басшысына келіп айтады, жаңа 3 динарға түсіріңіз дейді. Содан кейін арада 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, аяқ адам келмейді. Сосын арада біраз уақыт өткеннен кейін жадырап, осыдан бірнеше ай бұрын жағдайы төмен болған адам жадырап алдына келіп, ассаламу алейкум деп амандасып қуанып келгенін көреді. Сосын есіне түседі, жаңағы айтып, я имам дейді, сізге Алла разы болсын дейді. Менің мынау 3 динар дейді, барлық ісіме жететін болды дейді. Үйімі, шаңырағымды қуантуға, балама, тамаққа, киіміме бәріне жететін болды дейді. Бірақ таң қалып жатырмыз дейді, семьямызбен таң қалып жатырмыз, шаңырағымызбен. Бұның сыры неде дейді? Сыры неде дейді? Сонда Абу Ханифа тұрып айтады, мен саған қарадым да, сосын жаңағы енді Алла Тағала басира деген нәрсе бар. Алла Тағаланың сыйы, сондай ғалымдарға, тақуа адамдарға беретін. Сосын мен қарадым да, сенің жалақыны артық алып жүргеніңді байқадым дейді. Яғни өзіңнің еңбегіңді артық алып жүр. Артық алса, адамға береке кетеді екен. Сосын 4-ге түсір деп айттым дейді. Сөйтіп 1 динар сен артық алып жүрсің дейді. Сенің негізгі саған берілетін тиесілі не? 4-ге де саған береке бермеді дейді. Сосын 3-ге түсір деп айттым дейді. Сосын 3-ге келген кезде ол нақты сенің жұмысыңның нақты өтемі сол 3 динар болды дейді. Сол саған өміріңе берекелі келді дейді. Анау берекелі нәрсеге, берекесіз нәрсе араласқаннан кейін ол қалай келді? Солай кетті дейді. Кейін такафул дейді. Өмір деген ол мынау мұсылман адам өмірді тепе-теңдікті ұстауға тырысу керек. Біздің арамызда кедейлер барын білуіміз керек. Біздің арамызда байлар барын білуіміз керек. Бәлкім сіздің жағдайы бар досыңыз көп нәрсеге көңіл бөлмеуі мүмкін. Жанында жүрген, қиналып жүрген адамдарды білмеуі мүмкін. Сондықтан да қоғамда тепе-теңдік, қоғамда бір түсіністік, қоғамда бір тыныштық болу үшін Алла Тағала зекетті әмір еткен.